Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Құдай қаласа, көптен бері ниеттеніп жоспарлап жүрген уасияны кіріспесін жасаймыз. Құдай қаласа, кіріспені шейх имам Абу Ханифаның уасиясына шарх жазған Аллама усули аль-фақих аль-мухаққиқ Акмалуддин Мухаммад ибн Мухаммад аль-Бабирти аль-Ханафи шейхтің шархындағы мұқаддимасында уасия жайлы кішігірім сөз айтып, және де уасияның имам Абу Ханифаға тиесілі екендігін дәлелдеп кеткен кішігірім сөздерін аударып оқимыз. Бірінші уасияға кіріп кетпей тұрып, соны айтуға жөн көп, өйткені шынымен де жігіттер бауырлардың айтқан естіңдер ғой, уасия Абу Ханифанікі емес, фиқхул акбар. В общем, Абу Ханифаның 5 кітабы бар. Абу Ханифаның 5 кітабы шейхтің, Абу Ханифаның өзінікі емес, ол басқа біреудікі дейді. Негіз сондай не отыр да, ол негіз қаяқтан шыққан, және де ол шынымен ондай ма? Сол нәрсені шейх Бабирти несінде айтып кеткен мұқаддимасында. Уасияны өтпей тұрып, соны кішігірім айтып кетуге жөн көріп отыр. Уабиллахи тауфиқ. قال العلامة السيد محمد مرتضى الزبيدي رحمه الله تعالى. شيخ علامة محمد مرتضى الزبيدي رحمه الله былай айтады. өзінің إتحاف السادة المتقين атты кітабында بعد أن ذكر أن الإمام الماترودي رضي الله عنه шейх Мұхаммад Мұртада имам Матрудидің радиаллаху анху дегенде Алла разы болсын деген мақсатта айтып отыр. Сахабаға айтылған радиаллаху анху дегенде ондай мағынада емес, радиаллаху анху деген тілдік мағынада Аллах разы болсын дегенде. بنى كتبه في العقائد على نصوص الإمام أبي حنيفة وهي 5 كتب نصبت إليه وهو فقه الأكبر فقه الأبسط والعالم المتعلم رسالة أبو حنيفة إلى البت والوصية. енді шейх Мұхаммад Мұртада өзінің Итхаф Садат Муттақин атты кітабында имам Матруди жайлы айтқаннан кейін имам Матруди өзінің кітаптарын Абу Ханифаның кітаптарына сүйене отырып жазғандығын айтып кеткеннен кейін былай деген дейді шейх Мұхаммад Мұртада. Имам Абу Ханифаның 5 кітабы Фиқл Акбар, Фиқл Абсат, Рисалат Абу Ханифа, Алим Мутаалим, сосын Уасия. Жақсы? Осы 5 кітап. Барлығы ақидаға қатысты. Былай айтады. Уқтулифа бидзалика касиран. Осы 5 кітапқа қатысты көптеген ихтилафтар айтылды дейді. Көптеген ихтилаф болды дейді. فمنهم من ينكر عزوها إلى الإمام مطلقا. Сол ихтилафтың ішінде кейбіреулер болды дейді. Бұл 5 кітаптың ешқайсысы да Абу Ханифанікі емес, 5 кітаптың мүлдем Абу Ханифанікі екендігін жоққа шығарған, инкар жасаған адамдар болды дейді. Түсінікті ғой? وأنها ليست من عمله. және де ол кітаптардың ешқайсысы Абу Ханифаның еңбегі емес деп айтқан дейді. енді бұл бір. ومنهم من ينسبها إلى محمد بن يوسف البخاري المكنى بأبي حنيفة. бірінші айтты ғой, имамның кітаптарының 5 кітабының барлығын Абу Ханифаның кітаптары емес деп айтқан. Сондай айтқан адамдар болған. және де ол Абу Ханифаның ләйсат мин амалихи, Абу Ханифаның еңбектерінен емес деп айтқан бірінші топ. Екінші айтты. Бұл кітаптар негізінде Мұхаммад ибн Юсуф әл-Бухаридің, Мұхаммад ибн Юсуф әл-Бухари деген ғалым болған. Мұхаммад ибн Юсуф әл-Бухари. Оның лақабаты қандай болған? Абу Ханифа болған. Әл-Муканна би Аби Ханифа. Абу Ханифа деп лақабаты аталған дейді. Енді қара, біздер айтамыз ғой, Абу Ханифаның кітабы деп айтамыз ғой. Сол кезде бұл кісілер екінші топтағы кісілер не дейді? Жоқ, бұл имам Нуъман ибн Сабит қой Абу Ханифаның аты. Бұл шейх Нуъман ибн Сабиттің кітабы емес. Нуъман ибн Сабит Абу Ханифаның кітабы емес, бұл Мұхаммад ибн Юсуф әл-Бухари Абу Ханифаның кітабы дейді. Екінші топтар. وهذا قول المعتزلة. Ал енді бұл муътазилиттердің сөздері. Кезінде Абу Ханифаның кезінде муътазилиттердің ішінде Абу Ханифаның мазхабын ұстанатындар болған дейді. Кезінде сондай кісілер болған, Абу Ханифаның мазхабын ұстанады, бірақ ақидада фиқта енді Ханафи мазхабы болады ғой. Бірақ ақида болса, оларда муътазилиттер білесіңдер ғой ақидада. Ақылға сүйенеді. Не нәрсе ақылға кірмесе, оны жоққа шығарады.
Жақсы. Енді уахада қаулul муътазила, екінші топтың айтып отқаны бар ғой. Бұл негізі Абу Ханифа, Нұғман ибн Сабит Абу Ханифаның кітабы емес, бұл Мұхаммед ибн Юсуф Абу Ханифаның кітабы. Өйткені ана ғалымда, мына ғалымда екеуі де Абу Ханифа деп аталған, сондықтан атында шатысып өткенде Мұхаммед ибн Юсуф Аль-Бухаридің кітабын Нұғман ибн Сабит Аль-Бухариге неге Абу Ханифаға жалған жіберген дейді. Муътазилтердің айтуы бойынша. Енді وهذا قول المعتزلة لما فيها من إبطال نصوصهم الزائغة. Ал енді бұл муътазилеттердің сөздері, өйткені бұл кітаптардың ішінде муътазилеттердің туралықтан тайып кеткен ақидаларына өте қатты жауап берілген. Абу Ханифаның несінде? Фиқл Акбарда, Уасияда, муътазилеттердің мынау дұрыс емес ақидада пікірлеріне бар ғой, өте қатты жауап берілген. Өте қатты жауап берілген. Мысалы, Алла Тағаланы жоқ көрді, муътазилеттер Алла Тағаланы көрінеді дегенді жоққа шығарса, Абу Ханифа оны көрінеді деген сияқты. Сол, ол бір ғана мысал. Одан басқа да көптеген жерлерде өте қатты жауап берген. Тек қана муътазилеттерге емес, әрине, хавариждерге де сондай жауап берген. Құдай қаласа оның ішінде келген кезде көреміз. Енді وهذا قول المعتزلة لما فيها من إبطال نصوصهم الزائغة. бұл муътазилеттердің кітабы, бұл муътазилеттердің сөздері, وهذا قول المعتزلة. Бұл муътазилеттердің сөздері, өйткені муътазилеттер неге олай өтірік айтады? Өйткені бұл кітаптардың ішінде өздерінің муътазилеттердің ақидаларына өте қатты жауап берілген, өте қатты рад берілген, жауап берілген. وادعائهم كون الإمام منهم وادعاؤهم كون الإمام منهم. Және де муътазилеттер Абу Ханифаны біздің ақидада болған деп айтады. Біріншіден, мынаның уасияның ішінде, уасия ғана емес, 5 кітаптың ішінде муътазилеттерге өте қатты жауап берілген. Екіншіден, муътазилеттер Абу Ханифа біздің ақидада болған деп айтады. Сондықтан бұл кітаптарды олар жоққа шығарады, Абу Ханифаға емес дейді. Жақсы? Кама фил манақиби ал-Кардария. Манақиб ал-Кардария деген кітапта келгендей осылай айтылып келген осы нәрселер. Жақсы. وهذا كاذب منهم على الإمام. Ал енді бұл имамға өте үлкен жала жабу және де имамның артынан өтірік айту. فإنه رضي الله عنه وصاحبه. Өйткені Абу Ханифа және оның екі шәкірті Абу Юсуф Мұхаммед أول من تكلم في أصول الدين وأتقنها بقواطع البراهين. أصول الدين деген сөз діннің асыл деген сөз ғой. Усул деген асыл деген сөз. Діннің асылы. Енді негізінде бұлардың айтып отқан сөздері имамға өте үлкен жала жабу және де имамға өтірік айту артынан. Өйткені Абу Ханифа мен оның екі шәкірті, сахибаху, екі шәкірті фиқта сахибан деп келеді. Сахибан Абу Ханифаның фиқында сахибан деп келеді. Сол Абу Юсуф Мұхаммед Абу Ханифаның екі шәкірті. Енді осы үшеуі дейді, әуәлі мән тәкәлләмә фи усулид-дин. Ақида ілімінде ең бірінші үйреткен және ақида ілімінде ең бірінші сөз бастаған адамдардан. وأتقنها بقواطع البراهين. Және де оны мықты үзілді-кесілді дәлелдермен бекітіп тастаған дейді. Осы үш ғалым: Абу Ханифа, Абу Юсуф, Мұхаммед. Жақсы? Мысалға, Тафсират аль-Бағдадия атты кітапта бұлай келген. Әуәл мутакаллимай әхлі сүнна мин аль-фуқаха Абу Ханифа. Әхлі сүннаның фақихтары бар ғой, әхлі сүннаның фиқ ғалымдары бар ғой. Әхлі сүннадағы фиқ ғалымдарының арасында ең бірінші ақидада сөйлеген имам ол Абу Ханифа. Әлләфа фихи. Енді ақидада Абу Ханифа бұлай мынандай кітаптар жазған дейді. Ақидада Абу Ханифа мынандай кітаптар жазған дейді. Бірінші Әл-Фиқ әл-Акбар. Рисала деген кітап бар. Фи насрати әхлі сүнна. Әхлі сүннаны қорғау мақсатында әхлі сүннаны басқа жолдан тайған, жаңағыдай ақиқаттан адасып кеткен ағымдардан қорғау мақсатында жазған кітаптар дейді. Фиқ әл-Акбар, Рисала дейді. وقد نظر فرقة الخوارج والشيعة والقدرية والدهرية. Абу Ханифа хавариждермен, шиғалармен, қадарилермен, дәһрилермен өте көп пікірталас жүргізген. وكانت دعاتهم بالبصرة. Жаңағы хавариждердің, шиғалардың, қадари, дәһрилердің уағызшылары Басрада еді дейді. Басрада еді. Сонда айтады: فسافر إليها نيفا و20 مرة. 20-дан астам рет Басраға сапар шеккен. Басраға 20-дан астам рет Абу Ханифа барған. Неге барған? Шиғалар, хавариждер, қадари мен дәһрилерге
қарсы жауап беру үшін, солармен пікірталас жүргізу үшін 20-дан астам рет барған. 20-дан астам рет барған. Және де оларды өте мықты дәлелдермен ақидаларының шын мәнінде қандай адасқан екендігін ашып тастаған. Түсінікті ғой, ақидаларының қандай адасқан екендігін ашып тастаған. Және де содан кейін Абу Ханифа адамдардың арасында, міне мына кісі Абу Ханифа, мына кісі ақидадан білікті ғалым деп аталатындай деңгейге жеткен дейді. Адамдардың арасында мынандай мушар илайхи деген, мынандай қол сілтеп көрсететіндей адам болып жатқан. Қазір мысалы қасында қол сілтеп көрсететін кім? Ақидадан. Резебек ұстаз мысалға да сондай, мысалға да Ерсін ұстаздар бар. Сол сияқты бұл Қазақстанда ғана ғой. Ал Абу Ханифа болса сол кезде мұсылман әлемінде мынау Абу Ханифа ақидадан білікті ғалым деп көрсететіндей деңгейге жеткен. Содан кейін және де оның ізінен мықты шәкірттері ізінен жүріп білім алған. Абу Юсуф пен Мұхаммадты өз алдына Абу Ханифа сияқты білімге деңгейге жеткен ғалым деп айтқан, білесің бе? Абу Юсуф пен Мұхаммад бар ғой, екі шәкірті. Өз алдында Абу Ханифа сияқты фақих, фихта ғалымдық, мұтлақ, мүжтәһид мұтлақ деңгейге жеткен. Сондықтан осылай дейді. Енді وفي مناقب الكردري عن خالد بن زيد العمري أنه كان أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر وحماد بن أبي حنيفة قد خصموا بالكلام الناس أي ألزموا المخالفين وهم أئمة العلم. Енді مناقب الكردري атты кітапта Абу Ханифа, Абу Юсуф, Мұхаммад, Зуфар, Абу Ханифаның ұлы Хамад ибн Аби Ханифа, Хамад ибн Абу Ханифа, осы кісілер дейді, адамдармен сондай дәрежеде пікірталас жүргізгенде дейді, пікірталас жүргізіп қана қоймай, сол пікірталасының себебінен ана пікірталасқа келген адамды өзінің ізіне ергізетіндей болған дейді. Мысалы сен біреумен талассаң, ол ермеуі мүмкін сенің ізіне. Бірақ мына Абу Ханифа және де оның шәкірттері сондай деңгейде болған дейді, жеңіп қана қоймай, ана кісіні өзінің ана айтқандарынан сондай деңгейде оны жеткізетін болғанда, сол ізінен еріп кететіндей болған. Әлзаму деген сол. Сондай ілімді сондай имамдардан болған. Және де анил имам Аби Абдулла ас-Сумайри أن الإمام أبا حنيفة كان متكلم هذه الأمة في زمانه وفقيههم في الحلال والحرام. және Абу Абдулла ас-Сумайри деген ғалымнан келген сөз, Абу Ханифа осы үмметтің ақидадағы ғалымы еді, және де олардың халал мен харамда имамдары еді деген сөз. Бұның сөз жіктер, бұның айтылған сөзі, бұл сөздердің барлығының мағынасы, мына Уасия кітап бар ғой, Уасия имам Абу Ханифаның екендігіне дәлел келтіріп отыр. Имам Абу Ханифанікі, ал Мұхаммад ибн Юсуф ал-Бухаридікі емес, жаңағы мұғтазиліктер айтқандай. Өйткені оның да күниясы Абу Ханифа болған еді. енді وعلم مما تقدم أن هذه الكتب من تأليف الإمام نفسه والصحيح أن هذه المسائل المذكورة في هذه الكتب من أمال الإمام التي أملاها على أصحابه كحماد وأبو يوسف وأبي مطيع الحكم ابن عبد الله البلخي وأبي مقاتل حافظ مسلم السمرقندي. енді осы алдыңғы айтылғандардан белгілі болды дейді, белгілі болды қандай кітаптарда қандай неде келген. Бұл кітап, бұл 5 кітап Абу Ханифаның өзінің кітабы. Және осы 5 кітаптың ішіндегі жазған Абу Ханифаның мәселелері бар ғой. Айтып кеткен Абу Ханифаның айтып кеткен мәселелері. Ол имамның өзінің аузынан шыққан сөздер, имамның өзінің еңбектерінен, сол кездегі өзінің асхабына, яғни асхабына айналасындағы шәкірттеріне, елге, жалпы халыққа айтқан, сол халықтарға айтып жеткізіп берген имамның өзінің еңбектерінен дейді. Мысалға, Хакам, Хаммад, Абу Юсуф, Мутиғ ал-Хакам ал-Балхи мысалға, сол сияқты басқа ғалымдар. Одан кейін осы айтылғанда шәкірттер бар ғой, солар осы Уасияны жинаған. Содан кейін жинақ бір кітап қылып неғаған. Уасия деген сөз өсиет деген сөз ғой. Өсиет. Абу Ханифа шәкірттеріне өсиет береді. Өсиеттерін береді да. Сол өсиеттерін шәкірттер тыңдап тұрады да жазып алады. Жақсы? Жинайды кітап.
وتلقاها عنهم جماعة من الأئمة كإسماعيل بن حماد. Содан кейін Абу Ханифаның жаңағы шәкірттері бар ғой, 5 шәкіртін айтып отыр мына жерде. Осыдан кейін осы 5 шәкіртінен үлкен ғалымдар олардан үйренді дейді осыларды. Алды. Талаққа деген алдында отырып былай алу. Талаққа деген алдында отырып былай алу деген. Ілім алуды. Талаққа ильма, мысалы біреуден білім алды, пәленше ғалымнан талаққа жасады дейді. Білім алды дейді. Енді Исмаил ибн Хаммад сияқты, Мухаммад ибн Муқатил ар-Рази, Мухаммад ибн Самаа сияқты ғалымдар, Нусайр ибн Яхья ал-Балхи сияқты ғалымдар, Шаддад ибн Хакам сияқты одан басқа ғалымдар сол Абу Ханифаның шәкірттерінен осы уасияны және осы кітаптарын алды дейді. إلى أن وصلت بالإسناد الصحيح إلى الإمام أبي منصور الماترودي. Тура осылай немен Абу Ханифа айтты өзінің еліндегі, өзінің қасындағы шәкірттеріне, өзінің сол кездегі адамдарға, олардан үлкен ғалымдар алды. Солай сахих иснадпен, дұрыс иснадпен, яғни сахих иснадпен Абу Мансур ал-Матруди, имам Матрудиге жетіп барды. Уасия көрсеңдер өте қысқа уасия. Ал имам Матрудидің Китабу Таухид деген кітабы бар мынандай. Ішінде осы Абу Ханифаның кітаптарына басында айтып кетті ғой. Имам Матруди өзінің кітаптарын кімнің кітаптарына сүйеніп жазған? Абу Ханифаның кітаптарына сүйеніп жазған, сахих иснадпен осылай жетті дейді. Тіпті керек болса имам Матрудиден бастап Абу Ханифаға дейін иснады бар. Кімнен алған, тізбегі бар. Ал мына кітапта осы сол тізбектің ішіндегі адамның әрқайсысының тәржімасын, яғни өмір баянын беріп кетеді. Ол кім болған бәрін сондай деңгейде дәлелдеп тастаған. Енді فمن عزاهن إلى الإمام صح لكون تلك المسائل من إملائه. Енді осы 5 кітап тікелей имам Абу Ханифанікі десе, ол сол дұрыс. Өйткені ол имам Абу Ханифаның өзінің еңбегінен. Енді ومن عزاهن إلى أبي مطيع البلخي أو غيره ممن هو في طبقته. Ал енді кім оны Абу Мутиъ ал-Балхиге мысалы шәкірттерінің ішіндегі кісілер, одан кейінгі кісілер, сол Абу Ханифаның замандағы кісілерге солардікі деп айтса, соларға жеткізсе, соларға ниспа жасаса, сол кісілердікі десе, мына кітапта, 5 кітапта. أو ممن هو بعدهم صح لكونها من جمعه. Ол да дұрыс, өйткені ол кісілер Абу Ханифаның айтқандарын олар жинаған. Мысалы Абу Ханифа айтады ғой. Олар болса, сол Абу Ханифа айтқандарын жинаған дейді кітапқа. Бұлай айтсаң да дұрыс, бұлай айтсаң да дұрыс. Бұлай айтсаң да Абу Ханифаның кітабынан. Ол Абу Ханифаның кезіндегі ғалымнан деп айтсаң да, ол бәрібір кімнен алды ол? Абу Ханифадан алды. Ол тек қана жинағанда ғана кітап қылып ше. Сол жағынан ғана жаңағы Абу Мутиъ ал-Балхиге жеткізу мүмкін дейді. Жинағандықтан, ол жама жасағандықтан, андай жинағандықтан. Мен жамайха. Ва назиру залик. Тура осындай сөздер. Ал-Муснад кітабы деген. Ал-Мансуб ил имам Шафиғи. Имам Шафиғидің кітабы деп аталатын, немесе имам Шафиғиға ниспа жасалатын кітаптар бар ғой. Ол Муснад деген кітап. Сол кітапта да тура осындай сөздер келген. Абу Ханифаның кітабы екендігіне дәлел ретінде осындай сөздер келген. فإنهم من تخريج أبي عمرو محمد بن جعفر ابن محمد بن مطر النيسابوري لأبي العباس الأصم من أصول الشافعي. Мына ғалымдардың тахриж жасаған кітаптарынан. Осыны түсінікті ғой, мына кітап, мына уасияның қандай несі бар, мына жақта тағы да бір қандай, енді мына жақта бар ғой, мынадан кейін оқып та не керек шығар. Жалпы мына жерде айтылған сөздер мына келесі бетте. Енді осы Абу Ханифаның 5 кітабы бар дедік. Фиқл акбар, фиқл абсат, алим мутааллим, рисала, уасия. Осы 5 кітапқа сүйене отырып, кітап жазған ғалымдардың тізбегін береді мына жерде. Пәленше ғалым пәленше кітабында осы Абу Ханифаның осындай кітаптарына сүйенді. Пәленше ғалым пәленше жерде сол 5-6 ғалымның кітаптарын береді мына жерде. Оның ішінде Мусайяра бар. Мусайяра, әл-Мусайяра деген. Онда Құдай қаласа келесі неде өтеміз. Жалпы осы жерден түсінікті, бұл кімнің кітабы, кім қалай деген, қазіргі айтып өткендер, мысалы қазір айтып жүрген нелер, бұл имам Абу Ханифаның емес дегенде, не дегенде, кезіндегі жаңа Абу Ханифа мазхабында болып, бірақ
ақидада мутазили болған ғалымдардың айтып кеткен сөздері, Мұхаммед ибн Юсуф әл-Бухаридің сол Абу Ханифа деп аталған себепті соныкі деп айтқан, оған сол неғып жүргенде, өйткені мынаның ішінде шынымен де керемет жауаптар берілген оған. Ал негізінде ақиқатында бір кітаптан емес, мына жерде айтылған 4-5 кітаптың ішінде айтып кеткен. Тіпті ар жағында тағы да келтіреді. Көптеген ғалымдар, тіпті имам Шафиидің өзіне тиесілі деп аталатын Муснад кітабында да тура сондай сөздер келген. Оның барлығы бұл уасия имам Абу Ханифаның өзінің еңбегінен екендігіне дәлел болады. Өзінің еңбегінен екендігіне бұлтартпас дәлел болады. Қысқаша осы, жігіттер, кіріспе. Құдай қаласа ендігі неде уасияның өзінен бастаймыз. Уасияда 12 өсиеті бар. 12 өсиетін біреулеп асықпай шейх Бәбірти не деген шарқта, басқа да жақтан шарқлар келтіріп отырып, Құдай қаласа ішіндегі мәселелерді үйреніп асықпай. Уа ахиру дағуана анил хамдулиллахи раббил аламин.